Сәлем достар, бүгін біз заварное тестодан профитроли жасайтын боламыз. Керек ингредиенттерді төменде қалдырамын. Ол үшін біз алдымен су құямыз. Судың үстіне тұзымызды саламыз. Және майды саламыз. Плитамыздың астын барынша қаттыға қойып, осылай қайнағанша күтеміз. Бұрқылдап қайнағаннан кейін плитаны орташа отқа қоямыз. Және майымыздың ерігенін күтеміз. Енді май ерігеннен соң осы қоспамыздың үстіне ұнымызды саламыз барлығын. Салғаннан кейін тез араластырамыз. Ұнымыз табан астында жабысып, күйіп кетпеу қажет. Осылай тез араластырып, жартылай араласқаннан кейін плитаның астын өшіреміз. Және үстінде тестомызды араластырып тұрамыз. Тестоны тез араластыру керек. Және де бір однородный массаға келгенше өйстіп араластырғанда бір-бірінен ажырамау керек. Және одан соң комнатный температураға дейін салқындатып қоямыз. Салқындағаннан кейін үстіне жұмыртқамызды бөлек-бөлек салып, әр жұмыртқа салған сайын араластырамыз. Осылайынан бір массаға келу керек. Екінші жұмыртқаны салып, тағы араластырамыз. Әр жұмыртқаны салған сайын тестіміз осылайынан бір массада болу керек. Мынау итоговый тесто. Формаға салсаңыздар да болады осылайынан. Немесе қасықпен де варианттын көрсетемін. Мен осылай әдемі узормен істедім. Бірақ піскеннен кейін ол көтеріліп, көрінбей қалады. Осылайынан узормен істейсіздер. Болмаса, бұндай узорларыңыз жай қасықпен, кішкентай шай қасықпен алып жасасаңыздар да болады. Ешқандай несі жоқ, оның қателігі болмаса, әдем болмай қалады деп ойламаңыздар. Өте әдем болып шығады. Себебі бұл әлі көтеріледі, әдемі болып. Осы тестомыздан біздің жалпы менен 13 штук профитроли шықты. Үстін жай ғана сумен шығып қалған тестінің бөліктерін басып қойсаңыздар болады. 180 градуста жарты сағат піседі профитроли. Одан соң арасын кесіп осылай. Әрқайсының арасын кесіп ортасына салманы салатын боламыз. Салмаңыз заварной кремнен салсаңыз болады, немесе сгущенкадан жай құйсаңыз болады. Сгущенкамен құйсаңыз шприцпен ортасынан құя салсаңыз болады, ал заварной креммен осылайынан ортасын кесіп жағып шығасыздар. Ол білінбей тұрады және өте дәмді болады. Маған өзіме осы заварной креммен өте ұнайды. Және соңғы штрих сахарный пудрамен себелеп осылай дастарханға қойсаңыз, үйіңіздегі адамдардың қуанышында шек болмайды. Ас болсын!